Армысыздар, назарларыңызда спорт тайм бағдарламасы. Семей қаласынан сөйлеп тұрмын. Семей төріндегі Абай арена және дәл осы жерде бокстан ересектер арасындағы жылдың басты бәсекесі Қазақстан чемпионаты өтті. Басы қасында болды. Күнделікті дәл осы 24 кезет арнасы арқылы соңғы ақпараттармен бөлістік. Ал енді осы байрақты бәсекені қорытындылайтын, яғни өзіндік сараптама жасайтын уақыт келді. Біз осы аралықта, яғни осы ерлер арасындағы, әйелдер арасындағы бәсекелерді толықтай көріп, мамандардан эксклюзивті сұхбаттар жазып, өзіндік шығарылым дайындаған болатынбыз. Дәл қазір соны сіздердің назарыңызға ұсынғымыз келеді. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Жарыс алаңына кірмей тұрып, бірнеше қызықты дерекпен бөлісе кетейін. Дәл осы Семей қаласы, яғни еліміздің шығысы Қазақстан чемпионатын қабылдайтын жер ретінде таңдалуы бекер емес. Дәл осында менің білуімше 1996 жылы, яғни 20 жыл бұрын ішкі біріншілік өтті. Содан бері ұзақ пауза болды. Және енді осы жарыс арқылы дәл осы аймақтағы бокстың деңгейін көтеруге, және мынау жастар бар, жасөспірімдер бар, балалар бар, олардың қызығушылығын арттыруға, яғни мақтаулы деген боксшылармен кездесетін, чемпиондармен сөйлесетін, қолтаңба алатын, суретке түсетін деген сияқты мүмкіндік бар. Екінші жағынан енді жергілікті өрендер дәл осы жарысқа қатысып, шеберліктерін шыңдайды, тәжірибелерін толықтырады. Бұл енді осы аймаққа қатысты факторлар. Бұдан бөлек қазан айында өтіп жатыр. Биыл жарыс салыстырмалы түрде ерте болып жатыр. Әдетте желтоқсан айында болатын, және оның да өзіндік мағынасы бар. Яғни 2026 жылға дейін осы ұлттық құраманы іріктеп, кешені жаттығу жиындарын жүргізіп, және жылдың басындағы жарыстарға Қазақстанның қыз-жігіттері дайын болу керек. Бұдан бөлек тағы да бірнеше фактор. Қатысушылардың саны өте көп, яғни рекордтық деңгейде деп те айтуға болатын шығар. Енді 400-ге жуық жалпы алғанда, және оның өз себебі бар, яғни лимитті алып тастады биыл. Қазір алдағы минуттарда түсіндірем. Тағы бір ерекшелігі, бұнда өзіміздің төрешілер қызмет етіп жатыр. Бұған дейін енді алыс жақын шетелдерден арнайы мамандар шақыртып, соларға сенім артатын едік. Биыл енді өзіміздің мамандар қызмет етуде, және бір жекпе-жектерге қатысты, немесе бір кейбір жағдайларға қатысты дауды көрмедік. Бір қарсылықтар болып жатқанын байқамадық. Бұл да өте оң баға берілетін жағдай деп есептеймін өз басым. Мына 2025 жылғы ерлер мен әйелдер арасындағы Қазақстан чемпионаты осы Семей қаласында бүгін ширек финал жекпе-жектер. 400-ге жуық боксшылар өздерінің бақтарын сынап жатыр. Алтын медаль үшін және ұлттық құрамаға мүше болу үшін осы жерде өздерінің бақтарының барлықтары сынап жатыр. Осы жылғы Қазақстан чемпионатына шетелдік төрешілерді шақырған жоқпыз. Оның себебі біздің Қазақстанда да өзімізде мамандар бар. Олимпиада төрелік еткен, және де әлем чемпионаттарында, Азия чемпионаттарында төрелік еткен бізде көптеген төрешілер бар. Өзіміздің мамандарымыз жауапкершілікті алу үшін біз осындай өзіміздің мамандарымызға басымдық бердік. Ең бастысы әділ, таза өтіп жатыр ма? Ешқандай сұрақ жоқ па жекпе-жектерге қатысты? Қазақстандағы конкуренция дейді ғой, өте жоғары болғаннан кейін тең жекпе-жектерде бапкерлер немесе облыстық федерациялар өзіміздің боксшыларымыз ұтты деп ойлап қалған кездер болуы мүмкін, бірақ мұндай аса қатты ондай нәрселер болған жоқ. Биыл сосын лимит жоқ екен. Бұған дейін әр облыс, әр салмақтан бір-бір бала әкелуге қақы болды ғой. Қазір ол шектеу алынып тастаған. Жаңа кей салмақтарда 2, кей салмақта 3-ден де әкелуге болады екен, сондықтан шығар, санада жаңа 400-ге жуық деп жатсыз ғой, жалпы алғанда. Бұл жағдай қалай әсер етіп жатыр деймін ғой, чемпионатқа кішкене деңгейін өсуіне, бәсекелестіктің артуына бір мүмкіндік берді ме? Тек қана 2-3 емес, 4 боксшыдан алып келген облыстар да бар. Бір салмаққа, екі боксшысы жаңағы бұрынғы ересектер арасында көрсетіп жүрген боксшылар болса, тағы 2 боксшыны жаңағы 2006-2007 жылғы боксшыларды жастарға мүмкіндік беруге солай жаңағы аға бапкерлеріміз мүмкіндік берді. Біз де оны қабылдап, солардың осы жерде бақ сынауына мүмкіндіктер беріп жатырмыз. Сама, алдың ғой
Деңгейлері жақсы, қыздар жақсы өнер көрсетіп жатыр. Жастар құрамасы командасынан осы 1-2 қызымыз уже жартылай финалға шығып қойды. Жақсы, бүгін де тағы да кездесулер болады. Көреміз жастарымызды. Негізі аяқ алысы жаман емес. Жылдан жылға былтыр Қазақстан чемпионаты 97 қыз қатысса, биыл уже 119 қыз. Көбінің назары мынау ерлерде. Енді ол жақсы білеміз, жақсы назарда ұстайды ғой көпшілік. Және білеміз, 4 команда бар қазір. Жарыс көп қой, сәйкесінше бірнеше құрама жасақтап отыр. Қыздардың жағдайы қалай сіздерде? Ондай мүмкіндік бар ма? Резерв жағынан және бірнеше жарыс бар ғой. Әрине біздер енді жарыс болғаннан кейін 25 жылы біз барлық жарыстарға шамамыз келгенше қатыстық. Әр салмақтан 2 қыздан, 3 қыздан барлық турнирға апардық. Резервіміз бар негізі. Сәл жарыс аздау болып тұр. Келесі жылға жоспарымыз жақсы, жоспар құрдық. Сол үшін енді шамамыз келгенше құрамада қыздардың барлықтарын бокс асырып Азия ойындарына дейін шын мықтыны да іріктеп, сол Азия ойындарында жақсы өнер көрсету. Қайрат аға, енді алғашқы іріктеу кезеңдері артта қалды ғой. Көріп жатсыз, балалардың барлығын шама-шарқын байқадыңыз. Байқаймын, ана жерде отырып түртіп отырсыз, жазып отырсыз. Қалай екен? Деңгейіміз қалай? Резервтің жағдайы қалай? Әртүрлі балалар бар, кәсіпқойдан келіп жатқандар бар, жастар арасынан келіп жатқандар бар. Шама-шарқы қалай екен деймін ғой? Енді бұл жарысқа 241 боксшы қатысып жатыр екен, еркектер мен әйелдерді бірге қоссақ, бұл ең үлкен чемпионат болып саналады екен тарихта. 1-2 баланы жаңағы өзіңіз айтқан сияқты түртіп қойдық. Соның біреуі жеңіліп қалды, бірақ Қостанайдың баласы Шербаев Жанибек деген бала 55 килограмм салмақ дәрежесінде. Тағы бір жақсы бала 2007 жылғы екен, ол Алматы облысының боксшысы Нұрқабыл ұлы Мұхит деген бала 65 килограмм салмақ дәрежесінде. Болашағы бар боксшы екен. Сондай жас боксшыларды көріп өзім жақсы қуанып отырмын. Қазір мына Қазақстан чемпионатында ұлттық құрама жасақталады 26 жылы. Мына ан жақта енді нөмір біріншілеріміз бар, мына жақта ұлттық құрамаға кіретін енді жігіттер бар. Араларында қалай болады? Қайсысы бірінші болады деген сияқты? Қайсысы енді олай ғой, былай әлем чемпионы болған балалар енді сол салмақ дәрежесінде, 50 салмақ дәрежесінде болса, онда болса, осы жарыстан қараймызда ең мықты, онда 3 бала ұлттық құрамаға кіреді, 3 бала. Біреу енді Санжар, ол кіріп тұр. Жалпы 4 бала болады. Жалпы 4 бала. Оның арасынан іріктейсіз бірінші, екінші деген бола ма? Ол енді алған несіне қалай, жетістіктеріне қарай. Санжар енді әлем чемпионы ретінде ол бірінші номер болса, мына жарыста кім чемпион болады, жеңімпаз атан, ол екінші номер болады. Сол сияқты әр салмақ дәрежелерінде де солай. Төрехан 70 килограммда онда бірінші номерлі боксшы болса, осы жарыста екінші чемпион болған бала, ол екінші номерлі боксшы. Әлем чемпионы шықпаған салмақтарда 4 баланы іріктейсіздер, иә? 4 бала, бірінші, екінші, үшінші. Әлем чемпионатында алтын алған, жалпы жүлдеге іліккен жігіттер енді автомат түрде босатылды, ол басталмай тұрып айтылды ғой. Енді ол жігіттерді қазір қадағалап отырсыздар ма? Енді білеміз, анда-мында шақырады, тойлайды деген сияқты, жаттығуға кірісті ма, сізбен байланыста бар ма деймін олар? 31 қазан күні бізде оқу-жаттығу жиыны басталады. Сол оқу-жаттығу жиында жігіттердің барлығы болады. Чемпиондар да бар, жарақатынан босатылған Нұрбек те барлығы болады балалардың. Осы жарыста бірінші, екінші, үшінші орын алған балалар бар. Одан бөлек көзге түскен боксшыларды, оларды енді облыстың тарапынан осы оқу-жаттығу жиынына шақырамыз. Сондықтан оқу-жаттығу жиынында балалар бәрі болады. Сонымен бізге берілген уақыт шектеулі 10 минут қана, оның өзі әдегенде сырғып өте шықты. Десе де бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деген үміттеміз. Дәл осы Қазақстан чемпионатының арқасында ұлттық құраманың негізі дейміз ғой, қаңқасы қалыптасты. Еліміз бойынша кім мықты екенін анықтадық. Енді алда халықаралық жарыстар бар, соған кешенді дайындықтар басталады. Жалпы енді жарыс өте көп. Қазір мынау International Boxing дейміз, халықаралық бокс ұйымы бар, және World Boxing дейміз, әлемдік бокс ұйымы бар. Олардың жарыстары параллель ұйымдастырылып жатыр. Сондықтан дәл осылай ертерек ұлттық құраманы жасақтап, және оны бірнеше топқа бөліп, бірер ай бойы кешенді дайындық жүргізу өте маңызды екен мамандар айтты. Және соның арқасында алдағы жылы осы әлемдік аламандары бар, құрлықтық аламандары бар, халықаралық жарыстары бар, жоғары нәтиже көрсетеді. Осы жеңіс жолын жалғайды, және Қазақстан құрамасы үнемі жалпы командалық есепте осылай бір топ бастайды деген сенім бар. Жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.